Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайындағы ыстық, жұмсақ нан пісіретін боламыз. Бізге керегі жарты кесе айран, жарты кесе сүт, жарты кесе сұйық май. Барлығын араластырып, қаншылым болғанша отқа қоямыз. Кейін оны ыдысымызға салып, үстіне 2 ас қасық қант, жарты ас қасық тұз, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық ашыт қымыз салып араластырамыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ болатындай қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағат, 1 сағат жарым уақыт шамасында бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат жарым уақыт өткеннен кейін оны алып, ұнға елеп, 2-ге бөліп, тағы 15 минут шамасынан бетін жауып демалдырамыз. Нанымыздың бетіне жағуға 1 жұмыртқаға 1 ас қасық қаймақты салып араластырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды пергаменттің бетіне 2-ге бөліп, пергаменттің бетіне қойып, нанның формасына келтіреміз. Наныңызды қалауыңызша әрлейсіз, кейін бетін жауып 15 минутқа қоясыз. Уақыт өткеннен кейін наныңыздың бетіне банағы дайындалған қоспаны жағасыз да, бетіне кунжут сеуіп, духовкаге 180 градусқа 25-30 минутқа жібересіз. Яғни өзіңіздің духовкаңызға қарайсыз, қызарғанша пісіресіз. Электрический духовкамда нан 30 минут шамасында дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліңіздер. Ас болсын!